Мен номер 1 мектеп гимназиясының 9 сынып оқушысы Молдаш Мирас сіздерге Жамбыл облысы Жуалы ауданы Теріс ауылының маңында орналасқан орта ғасырлық Бурно-Октябрьск қалашығына қалай бару маршрутын ұсынамын. Жүргізілген экскурсия және өзім осы қаланың тарихынан алған әсерім жайлы шағын видеороликті тамашалаңыздар. Басты мақсат қазақстандық тарихшылардың ерекше қызығушылығын туғызған тарихи нысанның тарихын білуге, өскелең ұрпақты тарихты қадірлеуге шақыру болып табылады. Қалашықтың өмір сүру кезеңіне байланысты және қазіргі ахуалы жайлы экскурсияны тарихи-мәдени ескерткіштерді қорғау және қалпына келтіру дирекциясының ғылыми қызметкері Шайбек Ильяс және тарих пәнінің мұғалімі әрі жетекшім Қыздарбеков Әлібек жүргізді. Бурно-Октябрьск қалашығы ашық аспан асты музейі, қазақ халқының дәстүрлі мәдениетінің діңгегі, ұлттың тарихи өзіндік санасының өзегі болып табылады. Өлке тарихына өз үлесімізді қосу мақсатында осы қаланың тарихы мен олардың орнын алу реттілігін зерттедік. Қалашықтың қысқаша зерттелу тарихына тоқталар болсақ, ең алғаш 19 ғасырдағы археологтар Бартольд және Калор зерттеген. 1940 жылы Жамбыл археологиялық пункті экспедициясы қалашықтың бірнеше бөліктеріне археологиялық барлау қазбаларын жүргізді. Баркуап қалашығы бірқатар тарихшылар мен саяхатшылардың еңбектерінде аталған. 2018-2022 жылдар аралығында қалашыққа археологиялық қазба жұмыстары жүргізілді. Қазіргі ашық аспан асты музейінде жасақталған құрылыс орындары аталған қазба жұмыстар нәтижесінде анықталған. Қалашық туралы 846-47 жылдары араб географы Убейдаллах ибн Хордадбек, 10 ғасыр басында Кудама ибн Жафар 985 жылы Аль-Магдиси жазып кеткен болатын. Өлкетанушы Байдалиев қалашықтың Баркуби аталуы сол жердегі Теріс өзенінің шығысқа қарай кері бағытта ағысымен байланысты болғандықтан жазған. При раскопках была обнаружена стена кирпичного дома, в том числе и остатки различных посуд. Также было обнаружено множество бесценных данных, свидетельствующих о том, что люди, населявшие здесь, занимались земледелием и ловлей рыбы. Как сказал президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, необходимо прославлять дух наших предков через передовые модели туризма. Поэтому пришло время кардинально изменить нынешнюю ситуацию в сфере туризма в нашей стране. Надо начинать с изучения истории родного края. В этой связи мы вносим свой непосильный вклад в написание краткой истории Казахстана. Начиная с этих проектов, это был бы единственный способ показать миру многовековую историю казахского народа. The results of archaeological research allow us to attribute the complex to the era of ancient Kanle, that is, to the 1st and the 5th centuries. The basis for such a conclusion is the date of written and material information and the topographic structure of the monument. Ал осы видеоролик арқылы отандастарымды, достарымды, барлық жақындарымды баға жетпес бай мұрамызды ғылыми тұрғыда зерттеу арқылы жан-жақты насихаттауға, болашақ ұрпақты ұлттық құндылықтарымызды, өткен тарихымыздың шынайы келбетін көрсетуге, сан ғасырлар бойы қалыптасқан тарихи мәдени мұраларымызды сақтауға, дәріптеуге шақырамын.